Егер Құдай басыңа қиыншылық берсе, сенің жеңе алатыныңа сенгені. Әрбір сүрінгеніңді бақытсыздық деп санама. Бәлкім, сенің шын бақытың сол жерден басталар. Заман ағымына қарай, адам ақылына қарай жүреді. Адам өміріндегі 3 кезең бар. Біріншісі жасөспірімділік кезеңі. Сенде уақыт та, қайрат та бар, бірақ қаражат жоқ. Екінші ересектік кезеңі. Сенде қайрат та, қаражат та бар, бірақ уақыт жоқ. Үшіншісі қарттық кезеңі. Сенде уақыт та, қаражат та бар, бірақ қайрат жоқ. Өмір деген осы, бір нәрсе берсе, бір нәрсе алады. Қиындық өткен күндер үшін берілетін жаза емес, болашаққа деген сынақ. Өмір сүру керек, сүю керек, сену керек. Армандар орындалады, жоспарлар іске асады. Мақсатыңа да жетесің. Бастысы ниет. Естелік деген ыстық болады. Бірі жаныңды жылытса, бірі күл паршасын шығарады. Бізді өмір өзгертпейді, бізді адамдар өзгертеді. Қарапайым бол, себебі Аллах тәкаппарларды сүймейді. Міні жоқ адам болып көрінуге тырыспа. Кемшілігі жоқ адамның артықшылығы да жоқ. Көңілсіз адамның ең жақсы жұбатушысы музыка. Өтіріктің арбасы шындықтың көпірінен өте алмайды. Қыл өтпестей татулықты бір ашуға сатпайық. Жеңе алмайтыныңды сезсең де, ұмтылу керек екенін ұмытпа. Сабақты жақсы оқу мен ақылды болу екі бөлек нәрсе. Адамның ең ұлы қасиеті бақытты болуға талпыну. Күле біл, сенің шаруаларың ешкімге маңызды емес. Ой жеткен жерге қол жетер, армандар орындалады. Егер бір адамға қалтықсыз сенетін болсаң, нәтижесінде екеуінің біреуін аласың. Не ол адамды мәңгілікке сенімен бірге болады, не ол адамнан мәңгілікке сабақ аласың. Өмір велосипед тепкенге ұқсайды. Тепе-теңдікті сақтап тұру үшін алға қозғалу керек. Орман өртенсе, көзге көрінеді, ал адам жанының өртенгені іште қалады. Азырақ сөйлеуді және азырақ сенуді үйрену керек. Бұл
Бұл өмір бір күн шаттық, бір күн егес. Тірліктің барлық мәні күлкіде емес. Неге сенсең, сол сенің әлемің болады. Тек жақсылықты ойла. Бағалай білмегенге бақ қонбайды, қуана білмегенге құт қонбайды. Шын мәнінде өмірде ешқандай ереже жоқ. Барлығы сенің ашуланып ұрсады деп ойлаған жерде сабыр сақта. Барлығы сені тізерлеп жылайды деп ойлаған жерде күлімде. Адамдарға ешқашан әлсіз тұсыңды көрсетпе. Қайырсыздан сақ бол, қайғылыға жақ бол. Садақа 70 бәледен құтқарады. Әйеліңмен әзілдес, онымен ойна, оны қуант. Бұл сүннет. Ешқашан ешкімге бір дүниені түсіндіріп әуре болмаңыз. Тыңдағысы келмейтін адам ешқашан тыңдамайды. Түсінгісі келмеген түсінбейді. Ал сізге сенетін және сізді түсінетін адам артық сөзді қажет етпейді. Әрқашан қиын жолды таңдаңыз, есесіне бәсекелестер болмайды. Ашулансаң, сені жеңіп кетеді. Сен барлық затқа қол жеткізе аласың, егер ол саған шынымен қажет болса. Әкенің балаларына деген ең маңызды істеген әрекеті олардың анасын сүюі. Өмір фортепиано сияқты. Ақ перне махаббат пен бақыт, қара перне қайғы мен мұң. Өмірдің шынайы әуенін тыңдау үшін екеуін де басуымыз қажет. Өз өмірінің қызығы жоқ адамдар әдетте басқаның өміріне жағаласады. Бақыт үшін тіпті өз-өзіңмен күресу керек. Ешқашанда үлкен қиыншылықтарсыз үлкен істер болмайды. Біріншіден, үрейден аулақ болайық, сенім жоғалмасын. Қиыншылық деген қиюы келмейтін іс емес. Жұмыла көтерейік. Екіншіден, тату үйге тақсырет жуымайды. Бірлігіңе ие бол. Үшіншіден, өзіңе жақсылық тілесең, өзгеге жамандық қылма. Барлық басталған нәрсе тамаша бітуі тиіс. Егер өз ойыңыздағыдай тамаша бітпесе, онда іс әлі бітпеді деген сөз. Бақыттың ешқандай кілті жоқ. Ол есік әрдайым ашық. Түкке тұрғысыз нәрселерді жүрекке қабылдай беретін адам махаббатқа адал келеді. Көргеніңнің жартысына ғана сен, естігеніңнің ешқайсысына сенбе. Уақытты тоқтатар шамаң бар ма? Бәрі өтеді дәуірлер замандарда. Менің жаным ашиды мына өмірде өтпейтіндей көретін адамдарға.
Өмірден үлес алғың келсе, бөтеннің пікірі мен сөзіне тәуелді болуды қой. Көзсіз сенімнен гөрі өзің ізденіп, жұмбақтардың жауабын өзің табуға тырыс. Көңілді босқа түсірме. Болмаған жағдайға ерте қуанба. Сыйластықтан асқан махаббат жоқ. Арам да, адал да, айналып келгенде әрқайсысы өз сыйын алады. Айна менің ең адал досым. Себебі мен жылағанда ол ешқашан күлмейді. 12 сағат емес, баспен жұмыс істеу керек. Адамның бәрі жұлдыз, бірақ жарқырап жүру бәрінің қолынан келе бермейді. Шынайы мұсылманның бойында болуы керек ең жақсы қасиет кешірімділік. Егер бір адамға қалтықсыз сенетін болсаң, нәтижесінде екеуінің біреуін аласың. Не ол адамды мәңгілікке сенімен бірге болады, не ол адамнан мәңгілікке сабақ аласың. Адам баласында махаббат оты оянса, барынша мейірімді, кешірімді болып түседі. Адамға тіл, құлақ қандай керек болса, білім де сондай керек. Өмір өзен, сылқ-сылқ күлер, сылдырар. Қайдағады, оның жөнін кім сұрар? Аққан сумен біз де ағармыз кетерміз, ағынға ермей жағасында кім тұрар? Мен өзімді әрқашан бақытты сезінемін. Сен неліктен екенін білесің бе? Өйткені мен ешкімнен ештеңе күтпеймін. Күту әрқашан ауыр, өмір қысқа. Сондықтан өз өміріңді сүй, бақытты бол, және күлімде. Бір нәрсе айтар алдында тыңда, жазар алдында ойлан, ақша жаратар алдында ақша тап, сыйынар алдында кешір. Жан дүниесін жараламас бұрын өзің сезініп көр, жек көруден бұрын сүй, өміріңнің соңына дейін жақсы өмір сүр. Өмір жақыннан қарасаң трагедия, бірақ алыстан қарасаң комедия. Үнсіздік ұлы дос, ол ешқашан саған опасыздық жасамайды. Білмеген нәрсеңді сұрап алуды ар көрме. Есіңде болсын. Кейде үнсіздік ең дұрыс жауап бола алады. Жақсы отбасы құрамын десең, екі шарты бар. Ізгі жар табу және ізгі жар болу. Биіктеп кетсең, құлау бар. Қуанып кетсең, жылау бар. Жақсы адам барлығын өзінен іздейді. Ақымақ адам оларды басқадан іздейді. Мақсатсыз мың адамнан мақсаты бар бір адам артық. Өмір теңіз,
Ол үнемі құлаққа ұрған танадай тып-тыныш қалыпта тұрмайды. Дауыл тұрған кезіне тап болсаң, асау толқындар түпсіз тұңғиыққа да батырады, жағалауға да лақтырып тастайды. Онда соған шыдас бергендер ғана ғұмыр кешеді. Әлемге деген көзқарасы сенікі сияқты адамды табу маңызды. Тағамның асылы қара нан, адамның асылы кәрі наң. Егер арманыңдағы жолда әр үрген итке тасата беретін болсаң, мақсатыңа жетпейсің. Мәңгілік ештеңе жоқ. Кез келген сәтте бәрі өзгеруі мүмкін.